Оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев жұмыс сапарымен Абай облысына барды. Ведомство басшысы аймақтағы білім нысандарының жай-күйімен танысты. Аягөз қаласындағы көпбейінді қазақ мектеп гимназиясының ұжымымен кездесіп, білім саласында жүзеге асырылатын жобалар туралы айтып берді. Ғани Бейсенбаев мұғалімдермен кездесуде білім саласындағы негізгі өзгерістерге тоқталды. Министрдің айтуынша ұстаздардың жалақысы кезең-кезеңімен көтеріледі. Биылғы қыркүйектен бастап тәрбиешілердің жалақысы 30% өседі. Кездесу барысында министр мырза болашақта білім саласында болатын өте үлкен өзгерістер туралы бізге хабардар етті. Бұл жоспарларды мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың да қолдап отырғаны бізді өте қуантты. Кездесуде Абай облысының білім саласын дамытуға бағытталған өңірлік жол картасы жобасы туралы да айтылды. Біздің облысымызда дүйсенбі күні осындай үлкен кезекті дорожный жол картасы қабылданатын болады. Ол жол картасы жаңағы білім саласын жан-жақты дамытудың негізгі жаңағы құжат болып табылады. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында біздің облысымызда сондай осы 2 жылдың ішінде 11 мектеп салынады. Президенттің сайлауалды бағдарламасында берілген тапсырмалардың сапалы әрі уақытылы орындалу барысымен танысу және алдағы мақсатты жұмыстарды біздің педагог қауымдастығыменен осы Абай өңіріндегі мынау Аягөз ұстаздарыменен де талқылауды жоспарға қойып бүгін кездесіп отырмыз. Еліміздің бас мұғалімі жұмыс сапары аясында Үржар мен Жарма аудандарында білім нысандарын аралап, мұғалімдермен пікір алмасты. Абай облысынан Азамат Қасымберік Жобалайұлы, Хабар 24.